Әріптестер, құрметті біздің инвесторлар, жақсымысыздар. Бүгін міне өзіміздің вебинарда блокчейн туралы, сосын басқа да жаңалықтарды болып жатқан жаңалықтар туралы айтып өтейін деп бүгін мен өзім бастап отырмын. Мен есім таныстырып кетейін өзімді. Ибраев Мәди Тунасарұлы, осы компанияның құрамында 4 жылдан астам болды. Жұмыс жасап жатқаныма 4 жыл болып қалды уже. Сол осы компанияның болашағы жарқын болғаннан кейін осы компанияның тапжылмай осы жерде жұмыс жасап жатырмыз. Енді айта кететін жағдай, енді бірінші бастамада өзім негізі бұл компания келген кезде ең бірінші Skyway туралы біліп, Skyway туралы болашағын көріп, соның болашағы жарқын ой деп соған мән бергем. Енді біз Аллаға шүкір осы сіздермен біз болып бәріміз Skyway'ді көтеріп, Skyway'дің біраз жаңағы үлескері болдық. Skyway'дің өзі как бизнес уже алғанда орысша айтқанда состоялся десе де болады. Осы күні официальный сайт бар, арнайы жаңағы постоянно нелер шығып тұрады, информациялар шығып тұрады, соны көрсеңіздер болады. Көп қарқынды жұмыс жүріп жатыр, тоқтаған да жоқ, даже карантиннің кезінде тоқтаған жоқ, заводтар істеп жатыр, қарқынды жұмыс жүріп жатыр. Жақында ғана ЮНИЦКИдің үлкен интервью болды, 40 минуттық. Сол жерде Белорусиядағы экотехнопарк бойынша жаңағы Эмираттағы экотехнопарк бойынша біраз айтып өтті. Оның қандай бізге керектігін, ояқ не үшін салып жатқанымызды, қандай мақсатпен салып жатқанымызды, ол жерде қандай бізге үлкен инвесторлар келіп, бізбен келісім шартқа қол қойып жатқанын бәрі айтып өтті. Оның бәрі бар. Біздің енді көп осы Skyway'ге салған үлескерлер, жаңағы соның болашағын үміт күтіп жатқандар, кейбір сұрақтары бар болса, жаңағы арнайы өзінің специальный РСВ систем деген жаңағы официальный сайт бар. Сол сайтқа кірсеңіздер, бәрі тұр. Күнделікті 2 күн сайын, 3 күн сайын не болып жатыр, қандай болды, қандай жаңалықтар болып жатыр, бәрін айтып өтіп жатыр. Сол үшін қарасаңыздар болады. Бұл енді Skyway туралы. Оған енді күмәніміз жоқ, өзіміздің күмәніміз болмағаннан кейін соған ары қарай осы біздің инвестиционный компания қазір NEMI деп аталады ғой, NEMI-дің құрамындағы криптоюнит программасына ары қарай жұмыс жасап, соны ары қарай жалғастырып жатырмыз. Енді NEMI-ге келетін болсақ, криптоюнит программасына келетін болсақ, бұл программаны да үлкен болашағын өздеріңіз көріп отырсыздар. 2019-ның 30 марттан басталғанымен, бірақ осы 1,5 жылдан астам үлкен жұмыстар жасалғанын көріп отырмыз. Оған өзіміз қуанып жатырмыз. Соның ішінде көп проекттерге ай сайын қандай проекттерге салынып жатыр, қандай проекттердің болашағынан не күтіп жатқанымызды айтылып жатқан өздеріңізде естіп жатсыздар. Соның ішінде енді қазір айта кететін, енді өзімізді күтіп отырмыз. Чаттарда да жазып жатыр, блокчейн платформаға біздің өзіміздің биржамыз шығайын деп жатыр. Енді үлкен халықаралық деңгейде. Бірақ оғанға шейін осы 1 айдың көлемінде, осы август-сентябрьде внутренний жаңағы усовершенствованный жаңағы биржаны жаңағы көрсетіп жатыр. Соны бүгін ертең қосып қалады. Оған да енді Антоненконы тыңдап жатқанда шығарсыздар. Мария Антоненко көп сұрақтарға жауап беріп, сол блокчейн туралы қандай өзгерістер болып жатыр, қандай бізге возможностьтар бар, соның бәрін көрсетіп айтып жатыр. Оны енді өзімізді бақылап, күнде көріп, оны сараптап отырмыз. Бұл енді былай айтқанда, бұл блокчейн платформа деген өте бір заманына қарай керек нәрсе болғаннан кейін біздің компанияда соған қарай мән беріп, соны блокчейн платформаны көтеріп жатыр.
сол блокчейн платформаға өздеріңіз білесіздер, февральдан бастап жаңағы тендер ойнатты. Тендердің ішінде жаңа 6 компанияны іріктеп алды, ол 6 компания тағы да іріктеді. Сөйтіп қазір өзіміздің блокчейн платформаны былай дайын десе де болады, бірақ оны жақын арада жаңа халықаралық деңгейде көретіндей бізде мүмкіншілік бар. Сол үшін бұл проекттің айналасында тағы да үлкен жаңағы халықаралық деңгейдегі жаңағы нелерде программаларда қосылып жатыр. Оның ішінде өздеріңіз білесіздер, жаңағы цифровой двойник дейді, дата майнинг дейді, және UGAIN айтып жатыр. Ол енді UGAIN туралы енді айта кететін болсақ, UGAIN енді басталды. Оның үшін 4 Алматы, Нұрсұлтан, Атырау және Шымкентте ғой деймін. Сол 4 қалада сол жақтың үлкен лидерлеріне бәріне жаңағы сабақтар өтеді. Оның бәріне айтады. Соның ішінде Алматыда 27-28-де осы жерде өтетін болып жатыр. Оған өзіміз де қатысамыз. Оның кейбір бүге шүгесін енді жаңағы біліп, жаңа оқығаннан кейін айта жатармыз. Оның да бізге керектігі жағы ол туралы айтып жатыр. Сол үшін отырмыз, UGAIN-де қалай өзінің қарқын алып жатқанын. Дата майнинг туралы, енді дата майнинг туралы айтатын болсақ, Мәке слайдтарды қозғалтып цифровой двойник деген. Алла, слайдтарды қозғалтып отырсаңыз, дейсің? слайдтарды қосып отырсаңыз, үстін басып. Все, UGAIN. Все хорошо. Ұмытып кеттім ғой мен енді. Көп өткізе бермегеннен кейін. UGAIN деген мынау енді өздеріңіз көріп отырсыздар. UGAIN-нің жаңағы несі, біздің қазіргі бренді осылай жазып тұр. Мынау болса дата майнинг. Енді цифровой двойникті қазір сол туралы айтып отқаннан кейін, оның өте мүмкіншіліктер зор болып жатқаннан кейін, енді соңғы вебинарды көрген шығарсыздар. Неймар пен Радкович бәрі өткізген. Сол кездерде енді біз 18-ші бұлалған 18-ші июньнен бастап жұмыс жасай бастасақ, осы дата майнинг туралы қосып. Где-то 18-ші августке шейін санаса, бір айдың көлемінде 980 мың деді ғой, почти миллионға шейін адам осы дата майнинг арқылы жаңағы біздің сообществоға, жаңағы біздің осы дата майнингтің құрамындағы жаңағы адамдарға жазылған, интерес болған. Сол үшін бұл дата майнингтің болашағының үлкендігін көріп отырмыз. Бір айдың көлемінде 980 мың адамды майнинг етіп, жаңағы адамдарды аккаунттарына жазу, ол өте үлкен олай көрсеткіш. Оның ішінде енді бәрі біздің компанияға былай дейін қоймаса да, даже соның 50%-тен жоғары зейін қоятын ол айдан анық. Сонда біздің ай сайын 500 мыңнан жоғары адам қосылатындай бізде жаңағы нелер болады, возможностьтар болады. Енді мен өзімнің жаңа структурамда осы дата майнинг туралы басынан түсінбеген азаматымыз бар еді. Олар енді қосып алдық та, қазіргі күні 301-ден кей адам қосылған екен дата майнинг арқылы. Цифровой двойник. Сонда цифровой двойник арқылы уже маған дейді жаңағы басқа елдерден, шетелдерден бизнесмендер хабарласып, солар маған осы бизнесіміз тұрап жатыр дейді. Қандай бизнес? Бізде де мынандай бизнес бар. Сіздердікін бұл не туралы деп көп информация сұрап жатыр. Соны кеше маған хабарласып жатыр. Қарасаңыз, сол дата майнинг арқылы, цифровой двойник арқылы, цифровой двойник адамдарға шығарып беріп, уже переговорлар сонда әжептәуір жаңағы активный жұмыстар жүріп жатыр. Бұл өте бізге бір көмекші ретінде өте бір таптырмайтын нәрсе болып тұрғаны қазіргі күні. Бұның болашағы енді өзімізде көріп отырмыз. Сол сияқты бұл цифровой двойник деген енді жаңағы тек қана жаңағы адамдар жинай емес, ертең осы адамдар арқылы реклама бергеннен кейін соның тағы да біздің өзімізге ақшалай жаңағы төленетіндей өзінің
жаңағы программасы бар. Оны енді қазір алдағы уақытта жаңағы сол проектін жүргізіп жатқандар айтып, оның бәрін көрсетіп, қандай жаңа параметрде төлену керек, қандай параметрде адамдар жиналу керек деген оның бәрін тағы да айтып өтеді. Сол үшін бұл дата майнинг туралы сондай бір ақпаратты бере аламын мен енді. Енді мына біздің дата майнингтің жаңағы қандай не функциялары бар, не істей алады, қандай возможностьтарын оны өздеріңіз көріп отырсыздар. Енді бұл жерде айта кететін жағдай, біздің енді ең үлкен жаңағы сұрағымыз бізде блокчейн туралы болып тұр ғой. Блокчейннен қалай өту керек, блокчейннен қандай преимуществолары бар дегендей. Соны енді өздеріңіз көріп отырсыздар, енді біліп те қалған шығарсыздар. Енді криптоюнит біздің негізгі кіру, ең бірінші 80 миллиард выставлять етіп жатқан. Оның бәрі біздің цифровой акция болғаннан кейін, ол акция болып біздің өзіміздің жаңа портфелімізде тұра береді. Бірақ жаңа блокчейн платформада жұмыс жасау үшін UNTB деген жаңағы utility токен, жаңағы технический токен дейді. Сол арқылы жұмыс жасайтында бізге возможность осы блокчейн береді. Жаңағы енді оның ішінде стейкинг деп жатыр, жаңағы біз енді өзіміздің определенный размороженный бар, енді размороженный емес, бұрын замороженныйды да қазір стейкингке қоятындай жағдайды жасаймыз деп жатыр, ол туралы айтып жатыр. Оны енді жақын уақытта ол туралы ести жатармыз. Бірақ біздің компанияның жаңағы өте бір жаңағы несі, жаңағы ниеті біздің үлескерлерге әрқашан жаңадан сондай бір возможностьтар постоянно бізге беруге тырысып жатыр. Істеліп жатыр, көп жұмыстар жасап жатқан көрініп жатыр. Оны біз енді күнделікті байқалап көріп жатқаннан кейін, оны өзіміз жаңағы бағалайтындай бір жаңағы ой өрістеміз бағалайтады. Біздің компанияның болашағы зор екен. Енді қазір айта кететін жағдай, көп біздің азаматтардың ішінде де жаңағы осы компанияға келіп көріп, кейін басқа бір компанияны айтып, сөйтіп жүргендер де бар. Солардың көбісін былай ойлап қарасаңыз, айналып қайтып келіп жатыр бәрі. Сонда біздің болашағының жарқын екенін осыны-ақ білуге болады. Олар қандай компанияны айтса да, бірақ ертемен кеше бәрі де қайтадан осы біздің Skyway мен жаңа немеміздің айналасындағы проекттердің одан артық емес екенін, олардан даже кем екендерін өздері де біліп отыр. Соған байланысты қайтып үйірге қосылып жатыр десе де олар, кейбір азаматтар енді өздері істеріне білетін шығар, қандай проекттерді айтып жатқандарын. Бірақ біздің проектінің болашағын енді блокчейн платформаны шығып жаңағы халықаралық деңгейге шығып жатқанның өзі, оның ішінде мынау біздің жаңағы кабинетімізде возможность беріп жатқанына, ол өте бір мақтанатын бір нәрсе. Өйткені ол алғанда әркім өзіміздің, енді сіз бар, біз бар, бәріміз осы компанияның алғанда ниеттес болып жүргеннен кейін, бұның әйтеуір күнделікті өзіміздің де жаңағы возможность, жаңағы кеше ғана, былтыр ғана, бір жыл бұрын осылай болады дегеннен кейін, соған сеніп, осыған криптоюнитке жаңағы атсалысып едік. Биыл енді уже соның бір жемісін жеп жатырмыз. Соның жемісін жейтіндей үлкен возможностьтар беріп жатыр. Бұл бір қуантатын жағдай. Сол үшін мынау криптоюнит, utility токен, стейблкоин дегеннің бәрі, бұл да заманына сай, заманның керек жаңағы платформалары, заманына керек бұл инструменттер десе де болады. Сол инструменттер арқылы өзіміздің жаңағы жұмысымызды жасап, осыдан жаңағы өсіп өніп жатырмыз. Осындай возможность беріп жатыр компания. Бұл өте бір қуанатын жағдай. Сол үшін кешеде соңғы Антоненконың жаңағы вебинарынан кейін эмоцияға айтып, жаңағы осындай компанияның болашағының үміт болып жатқаны қандай шүкір деп көп жазып жатқандар да бар. Оның бәріне мен де қосыламын, өзім де қуанып жатырмын. Осындай компанияның құрамында
осындай сіздер сияқты кісілердің ортасында осылай жұмыс жасап жатқанымызға, көп адамдардың қазір бізге қызығып жатқандары көрініп отыр. Сол үшін енді utility токен, USDD дейді бәрінің енді бүге шегесіне шейін енді Антоненко айтып жатыр. Біз енді общий өзіміздің түсінгеніміз бұның жаңағы компанияның жаңағы бізге істеп жатқан жаңағы беріп жатқан инструменттердің бәрінде возможностьтар көп болып жатыр. Сол возможностьтарды өзіміз әрі қарай изучать етіп, өзіміздің адамдарымызға айтып, соларға түсіндіріп, бұның болашағын енді қазірде бір айтып жатқан бір жағдай, енді блокчейн платформаға уже шыққаннан кейін дальнейшем мысалы енді ойыптағы сатылып жатқан жаңағы криптоюниттер уже сатылмауы да мүмкін, өйткені биржаға шығады. Сол үшін мынандай возможностьті жіберіп алмай, оны айтсаңыздар да болады. Өйткені дальнейшем тек қана биржада ғана сатып алады, мынандай возможность болмайды дегендей. Енді енді стейкинг дейді, стейкингтің разблокировкалары қалай болады, қанша болады, оның өзінің жаңағы нелері, қандай параметрлерде жұмыс істейтіні, қанша күнге қойылатыны бәрі өздеріңіз көріп жатсыздар, ол да қойылып жатыр. Енді сіздерге қандай жаңалықтардан шеріп өтсек. Көп нәрсені өздеріңіз соңғы кездерде біздің нелеріміз активный болып жатыр. Бұрын көп ұйықтап жүрген менің структурамда балғанда басында криптоюнит алып қойып, соғайпен жоғалып кеткендер қазір қайттан өздері хабарласып, ой, мынандай болып жатыр екен, біреулерден естіп жатырмыз, не жаңалық болып жатыр деп, өздері хабарға шығып жатыр. Сендер жоғалып кетіп едіңдер, ақшаларыңды салатын салып алдыңдар. Енді қайда жүрсіңдер десем, енді салатын салдық, ойладық, әйтеуір жүреді ғой бір кезде деп. Бірақ мынандай ертерек, тезірек мынандай жаңалықтарды естігеннен кейін өзімізді қуанып, осыны түсінейікші деп қайттан келіп түсінуге тырысып жатыр. Сол үшін сондай бір жақсы жаңалықтар бар. Ол да бір қуантатын жағдай, өйткені біздің компанияға кірген адам болашағын жарқын екен, уже ерте ме кеш пе бәрі түсініп жатыр. Сол үшін бәрілеріңіз ол жағынан құттықтаймын осындай компанияда жүргенімізге. Енді бұл енді жаңағы UGM-нің енді преимуществосында айтатын болсақ, бұл да приложение, ол предприниматель дейді, енді бизнесмендермен жұмыс жасаймыз. Ол қайта өте үлкен, енді көптесе біз бизнесте жүргеннен кейін, адамдармен кездескеннен кейін бәрінде ойлары возможность болса, сол возможностьтарды бізге айтса деген адамдар да болады. Өздері бизнесмен, тек қана өз бизнесін біледі, басқаны білмейтіндер де бар. Бірақ оларға осындай возможность бар, мынандай дополнительный мынандай программалар бар деп осыны біздің шығарып, бізге возможность беріп отқанына өте құптайтын жағдай. Сол үшін UGM как раз мынау бизнесмендермен жаңағы терезеңіз тең болып сөйлесетіндей бізде өзімізде возможность бар. Бұл біздің компанияның жасап жатқан. Сол үшін біз қуанып бұны айта аламыз. Мынандай проектіміз бар UGM деген. Оның ішінде мынандай возможностьтар сіздерге де болады, бізге де болады. Оның ішінде жаңа клиентский база дейді, өздеріне жинайтын. Оның бәрі мынау UGM-нің ішінде, программаның ішінде бар екен. Ол өте қуантатын жағдай. Сол үшін бұның енді бүге шегесін жаңағы тағы да сабақтарда айтып, осының бәрін неғып жатады. Өзгерістерін бәрін айтып, білдіріп жатады. Енді мынау енді біздің ненің бизнес системаның енді мынау заманына қарай енді қандай возможностьтар, мұның бәрі умный маркетплейс, дата майнинг, цифровой двойник, бұның бәрі бізге дополнительный доход әкелетін бір нелер, жаңағы не дейді ғой, инструменттер, доход әкелетін инструменттер. Сол үшін бұларға өте қатты мән берсеңіздер болады. Бұның енді болашағын көріп біліп отқаннан кейін
Оны біздің компания бізге осындай возможностьтер беріп отыр. Енді бұл компанияның болашағынан үмітті бәріміз күтіп отырмыз. Мына жерде тағы қандай нелер бар. Енді кешеде естіп отқан шығарсыз, блокчейннің Антоненко неған кезде мынандай золотая пятница деген бізге жаңағы возможность беріледі. Соның бір несі жарнамасы Антоненконың жаңағы вебинарынан алдық. Жаңағы осы золотая пятницаның кезінде скидкамен осындай бізге криптовалюта алып қалатындай возможность бар. Бұл өте маған бір қуаныш жағдай. Кеше ғана менің бір структурамдағы адамдар сол кезінде аламадық криптовалюта, енді қазір алсақ деп кеше қиналып отыр еді. Сол осы скидка туралы айтып, золотая пятница осындай возможность бар, алып қалсаңыз болады деп кеше хабарласып едім. Соған жаңағы өте қуанып жатыр, мынандай хотя осылай алып қалсам деп. Осыны көрсеңіздер болады. Мынаны енді осындай возможность компания беріп отыр. Тек қана жаңа 28-нен сағат 3-тен бастап, московский 3-тен кешкі 29-шы, бір суткаға ғой, бір суткаға да осының көлемінде осындай скидкамен бізге жаңағы криптовалюта беріліп жатыр, балы беріп жатыр криптовалюта. Сол үшін өзіңіз структурларыңызға айтсаңыздар болады, мынандай возможностьті жіберіп болсаңыздар болады. Оған қуанып жатқан адамдар көп менің структурамда. Бұл өте бір қуанатын жағдай. Енді басқа көп нәрсені енді өздеріңіз де біліп жатқан шығарсыздар. Енді мынау біздің мен енді криптовалютаның вопросында жаңағы көп нәрсе алғанда очевидно болып жатқаннан кейін енді әр нәрсені қайталап айтыла бергеннен адамға аса бір не бермейді, серпіліс бермейді да. Мен сол үшін Skyway-дің ең басында бәріміз Skyway деп, Skyway-дің транспортный технологияға келгеннен кейін сол туралы кішкене көп білемін де, сол туралы көп кішкене айтып өтсем, енді сіздер соған қарай зейін салсаңыздар, өйткені көп жерлерде жаңағы біздің соңғы кездерде Skyway-ге келіп едік, Skyway-дің айналасында не болып жатыр деген сұрақтар туындап жатқаннан кейін осыны айтып өтуге, мен осыған мән беруге бүгін соған кішкене уақыт бөлуге жаңағы уақыт бөлейін. Мен Skyway-дің 14-ші этабын болған практически уже бітіп жатыр, ол туралы айтып жатыр. 15-ші этапқа ауысамыз дейді. Бірақ скорее всего ауыспайтын да шығар, жабылатын да шығар. Өйткені соңғы жаңағы несінде интервьюінде Анатолий Эдуардович Юницкий соңғы интервьюінде көп нәрселер жасалып жатыр, бірақ біз айтып жатқан жоқ. Бізде батыр. Өйткені бізде де недоброжелательдер дейді, жаңағы қызғанатын адамдар бар. Бізге де аяғымызға жаңағы шалынса екен деген адамдардың ойлары бар екен білдіртіп отыр да. Сол үшін көп нәрсе айтылып жатқан. Бірақ мынау неге тағы да қайталап өтемін, мынау карантинге қарамай біздің жаңағы недегі Беларусьта заводтарымызды істеп жатыр. Ол заводтарымыз істеп қоймай, өзіміздің 9 этажды бизнес жаңағы головной отыратын жаңағы здание сатып алды. Оның ішінде мыңдаған қазір бір жерде орналасқан мыңдаған біздің конструкторлар сол бір жерге ауысты. Ол жақында ғана болды, осыдан бір 2 апта ма, 2 аптаның көлемінде болды. Солған ауысып, ол да официально бәрі бар. Сол туралы көрсеңіз де болады. Ол біздің компанияның өсіп жатқан, ол зданияның сатып алуының өзінде біз де бәріміз де соның атсалыстық бәріміз. Біздің компанияның өсуінің бір қарқын екенін көрсетіп отыр. Ол да жаңағы Skyway-дің жұмыстың жүріп жатқан, Skyway-дің болашағының жаңағы үлкен екенін, өйткені сыймай баратырмыз баяғы зданияларға, бұрынғы отырған жаңа зданияларымыз бәрінен кетіп үлкен здание алдық.
соған бәріміз орналастық. Ол жерде көп конструкция бюролар ашылып жатыр. Сондай көп жаңалықтар болып жатыр. Және де біздің өзіміздің заводқа қазір жаңағы оборудование дейді ғой, новейший, жаңағы Белоруссияда жоқ даже оборудованиелер, дүние жүзіндегі считанный жаңағы үлкен крупный компаниялар, Boeing дейді, Siemens дейді, сондардың қатарындағы компаниялардың оборудованиелерін бізге де келіп жатыр. Өйткені біздің технологияның, біздің продукциямен істеу, ол высочайший жаңағы керек жаңағы нелерге станоктар керек та, сол станоктарды біз алдыртып, сонымен жұмыс жасапға уже кірісіп жатырмыз. Тағы бір айта кететін жағдай, мына енді кеше ғана адресный Волошина деген жаңағы адресный проекттердің дүниежүзі бойынша жаңағы департамент бар. Соның директоры сол Волошинаның жаңағы мәлімдемесі бойынша қазір біз тек қана жаңағы Араб әмірлігінде ғана жаңағы адресный проект қарап жатқан жоқпыз, басқа мемлекеттерде қарап жатырмыз. Өйткені басқа мемлекеттерден қазір жаңағы қызығушылық өте жоғары болып жатыр. Өйткені бұрынғы кездерде, бірінші кездерде біз ештеңе көрсете алмасақ, ешқандай біздің продукциямыз жоқ болса, қазір бәрі алғанда көрсететін нәрселеріміз бар болғаннан кейін, заводымыз істеп жатқаннан кейін, жаңағындай тестовый участоктарымыз, жаңағы экотехникаларымыз бар. Бұл жерде істеп жатқан жаңағы біздің сертификацияларымыз өтіп жатқан жаңағы жұмыстарымыздың бәрін көрсеткеннен кейін, бізге қазір өте үлкен жаңағы компаниялар көп келіп, қызығушылық енді жақсы болып жатыр екен. Кеше ғана айтып отыр. Оны көрсеңіздер болады. Ол официальный сайтта бар. Соларды енді сіздерге де айтып өтіп жатырмын. Қуантатын жағдай, өзіміздің жаңағы кеше ғана үлескер болып, соған атсалысып, Skyway деп отырсақ, ол өсіп жатса, мына жақтан криптоинвестіміз ол өзінің қарқынын алып келе жатыр. Былай алғанда, біздің компанияның, екі компанияның алғанда, екеуінің де былай алғанда болашағы зор екенін өзіміз көріп жатырмыз. Өзім қуанамын, соған шүкір етемін. Сол үшін бұның Skyway-дің жаңағы істеліп жатқан жұмыстарын өзіміз көріп, ол әрқашанда ол жерде енді бәленбай мың адам әрқашанда хабарлап, жаңағы сұрап отыр, оның жаңағы сұрақтарын қойып жатыр, не істеп жатыр, не қойып жатыр, қандай қарқынды жүріп жатыр, не істеліп жатыр. Сондай сұрақтар ол жерде де көп болып жатыр. Біз енді криптоинвестті айтып жүргеннен кейін, біз енді ояққа, может, кейбір адамдар жаңағы мәліметтер білмеген шығар, бірақ енді соны менен бүгін айтып өтуге өзіме солай шештім. Өйткені ол туралы да айтып өтуіміз керек. Өйткені біздің компанияның өзі 30%, примерно сол 30% сол Skyway-ге салынған. Біздің криптоинвесттің ішінде үлескеріміз Skyway-дің өзінде де. Сол үшін бұл Skyway-дің ертең криптоинвесттің ертең құнның өсуіне ол Skyway-де бір серпін беріледі. Ол анық болатын нәрсе. Соған көрсең, сондай жақсы жаңалықтар ол жерде де болып жатыр. Енді мынау жаңағы біздің жаңағы соңғы кездердегі жаңағы 1 миллиард, 1,5% дүниежүзінің адамдары осы немеге келеді деген өзімізге бір планка қойып жатсақ, жаңағы Андрей жаңағы Хаврастан бастап, соның қазір куәгер өзімізде болып отыр. Өйткені дата майнингтің өзі, цифровой двойник соған алып келе жатыр. Қазірдің өзінде үлкен адамдар бізге жаңағы зейін қойып, бізге қосылып жатқан адамдардың саны көбейіп жатыр. Сол үшін біздің бір өздеріңізді білетін шығарсыз, криптоинвесттің программасында биыл жыл аяғына шейін 10 миллион адам болатын болса біздің құрамда, онда біздің криптоинвесттің бағасы $10 мен $40 деген айтылған етін. Оны өздеріңіз білетін де шығарсыздар, көрген де шығарсыздар.
Бірақ мына қарқынмен, қазіргі істеліп жатқан жұмыстардың қарқынымен, цифровой двойниктің, UGI-ның қарқынымен біз сол межеге жететіндей жаңағы не бар, сенімділік бар да, сенімділік бар. Сол үшін криптонитті енді жаңағы алмаған адамдар алуға ертең өкініп қалмайды деген жаңағы адамдар болу керек қой. Қап өкініп қалмады ау, мына өкініп қалдық ау, мынаны аламай қалдық қой деген. Сол үшін көп айтып, өзіміздің проектінің өте жақсы бір деңгейде дамып келе жатқанын оны өзіміз көріп отырмыз. Соны айтуымыз керек, айта беруіміз керек. Әркім өзінікін айтады ғой. Біреумен отырып сөйлесе қалсаң, өздерінің жұмысын айтады, басқа біз не айтамыз? Біз де өзіміздің проектін айтамыз. Біздің проект өте заманына сай болып жатыр, керекті нәрселер. Мына енді пандемия дейміз, карантиніміз, оған қарамай, соның өзінде де үлкен бізде жаңағы продажа болып жатыр. Оны өздеріңіз көрдіңіздер. Индия, жаңағы Америка, Австралия, Новая Зеландия, және де Колумбия дейді, Эквадор дейді, біз естімеген мемлекеттер, Перу дейді. Бұрын олар аса мән бермеуші еді, қазір олар өте қатты мән беріп жатыр. Ол бізге қуантатын жағдай. Өйткені басында біздің енді СНГ, біз Қазақстан бірінші болып, соның ортасында жүретін болсақ, біз енді қазір кішкене бәсеңдеп қалсақ та, бірақ біздің сол қарқын берген жұмысымыздың ар жағында басқа мемлекеттер соны ары қарай дамытып жатқанын көріп отырмыз. Значит, бізге де қайттан өзімізге мынандай возможностьті упускать етпей, тағы да қарқынды жұмыс жасауға өзімізге бір жігер алуымыз керек. Сол үшін күнделікті жаңалықты естіген кезде жігерленіп жатқан өзім жағдайым бар. Жігерленіп, қорықпай уже айтып, мына жерде мынандай болып жатыр, мына жерде деген жаңағы дауысымыз жарқын естіліп жатыр. Оны біздің бұрынғы естімеген адамдар, естіп мән бермеген адамдар қазір өз қызығып жатқанына өзім қуанып жатырмын. Сол үшін енді құрметті әріптестер, мынау енді общий айтып өтуге тырыстым. Бір бәріңіз енді біліп жатқан бұл жерде енді басынан жаңағы нелер ғой, лидерлер ғана отырғаннан кейін осындай бір өзімнің қазіргі кезде былай қуанып жүргенімді, осындай проектте жүргенімді қуанып, және де Skyway-дің де жаңағы қарқын жүріп жатқан, біздің криптонитіне қарқын жүріп жатқан бәрі, бәріміздің де бұл бір неміз жеңісіміз десе де болады. Соған жеңіске ары қарай бірге жеңіске жете берейік осылай, осы қарқынмен. Рахмет сіздерге, уақыт тауып осылай жаңағы неге келгендеріңізге, вебинарға келгендеріңізге, уақыт тыңдағандарыңызға да. Енді қалғанның бәрін 27-28-де UGI туралы бізде естіп жатсыздар. Болады, сол кезде келіңіздер, оқыңыздар, мен де оқып аламын. Сол кездерде соның ары қарай қалай жұмыс істейтін жағын көретіндей бізге возможность болады. Сол үшін бәрілеріңізді құттықтаймын осылай блокчейн платформаға шығып жатқаныңызға. Болашағымыз жарқын болсын. Амандықта, саулықта кездесейік. Рахмет сіздерге.